My ummah, he will say, Rasulullah on that day, even though we've strayed. Қанағат деген байлық бар. Қанағат деген байлық бар. Жұмыс істеме демеймін. Жұмысыңызды істеңіз. Бүкіл бірақ өміріңізді арна демеймін, бауырлар. Бүкіл өміріңіздің құрбандығы сол мал болатын болып, мал үшін өмір сүрсеңіз, онда қате болды. Онда қате пікір. Орыс екеш орыста сөз бар ғой, я? Кейбір адамдар бар дейді. Жеу үшін өмір сүреді дейді. Ал мен өмір сүру үшін жеймін дейді. Сол сияқты бауырлар, тамақ үшін өмір сүрудің қажеті жоқ. Тамақ бұл сіздің өміріңізге арқау. Ас адамның арқауы дейді. Ас адамның өмірге келгендегі мақсаты демейді ғой. Болсам деп секірудің қажеті жоқ, бауырлар. Қанағат қылыңыз. Құдай берем десе, тастың ішінде жатқан қап-қара қара құртқа да көкшөп береді. Бірақ Алла тағала бермейм десе, қанша іздесеңіз де маңдайыңызға жазғаннан артықты таппайсыз. Өзіңіз қараңыз. Бір адам бар, 2-3 сағат жұмыс істейді, бірақ 10 мың теңге табады. Бір адам бар, 20 сағат жұмыс істейді, 1000 теңге табады. Бекер емес қой бұл. Құдайдың несібесі деген бар. Құдайдың ақысын да ұмытпаңыз. Бала шағаңыздың ақысын да ұмытпаңыз. Құранды оқып үйреніңіз. Құдайдан қорқыңыз, үмітіңізді үзбеңіз. Әрі жақсылықта таласушылардан болыңыз. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.